намаздағы ойлармен күресу үлкен нәрсе. Намазға бір арнайы шайтан келіп намазды бұзады деп айтады. Оған арнайы оқылатын дұғалар да бар. Дегенменен имам Абу Ханифа оған керемет шешім айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір сондай бір нәрселерді қолдана отыра бір кісі келіп сұрайды имам Абу Ханифадан: мен намаздарымда көп ой бөлініп кете береді, қатты қысылып қаламын ойлана бергеннен, сол намаздарым қандай болып жатыр дегенде, имам Абу Ханифа айтады: сіздің намазыңыз иншалла қабыл болып жатыр дейді. Неге десе, өйткені намаз қабыл болып жатқаны, Аллахтың сондай бір мейірімі түсіп жатқанынан шайтан көтере алмайды. Сол үшін ана кісінің келіп жатқан бір жақсылығын бұзу үшін шайтан қарсылық жасап жатыр дейді. Сол үшін егер сіздің басыңызға ойлар келетін болса, сіздің намазыңыз қабыл болып жатыр деп айтқан екен. Ол жерде бір үлкен екі даналық білеміз. Біріншіден, бұл сөзді естіп алған адам ықыласы өте қатты болып, ана ойлар кетіп қалады бұдан кейін.